Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Бүгін өте маңызды әрі өкінішке қарай барған сайын үдеп бара жатқан мәселені талқылағым келіп отыр. Кибер алаяқтарға қарсы шағымдану жолы. Алаяқтар әдетте ғаламтор арқылы әрекет етеді. Олар әлеуметтік желілерді, мессенджерлер мен онлайн хабарландыруларды, тіпті банктердің жалған сайттарында қолданады. Кибер алаяқтардың құрбандары бастапқыда не істерін білмей абдырап қалады. Не істеу керек, қайда бару керек екенін, ақшаны қайтаруға бола ма жоқ па білмей дал болады. Бәрін рет-ретімен қарастырайық. Біріншіден, Қазақстанда мұндай істерді ішкі істер министрлігі және киберполиция тергейтінін білуіңіз керек. Сондықтан шағымданудың бірнеше тәсілі бар. Ең басты әрі жылдам әрекет ол 102 нөміріне қоңырау шалу. Бұл полицияның тәулік бойы жұмыс істейтін бірыңғай нөмірі. Операторға алаяқтық фактісі туралы хабарлайсыз. Кім жазды, ақшаны қайдан аудардыңыз, қандай төлем деректемелерді қолдандыңыз, бәрін жазасыз. Сізді кезекші бөлімге бағыттайды, кейін тергеуші байланысады. Екіншіден, egov.kz порталы немесе egov мобайл қосымшасы арқылы онлайн өтініш бере аласыз. Ол жерден мемлекеттік органдарға өтініш деген бөлім бар. Ішкі істер министрлігін таңдап, жағдайды сипаттайсыз және хабарламалардың скриншоттарын, аударым түбіртектерін, телефон нөмірлерін немесе жалған сайт сілтемесін тіркейсіз. Үшіншіден, Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің киберполициясының көмегіне жүгіну. Олардың өтініш қабылдайтын ресми сайты бар. Мұнда да дәлелдерді, суреттер мен скриндерді, құжаттарды қоса тіркеуге болады. Неғұрлым көп ақпарат берсеңіз, соғұрлым алаяқтарды табу мүмкіндігі арта түседі. Ең маңыздысы уақытты созбау. Ертерек арыз берсеңіз, полицияда ерте қимылдап, алаяқтық шоттарды немесе сайттарды бұғаттай алады. Есте сақтайтын бірнеше ереже. Хат хабарламаларды, SMS-ті, аударым түбіртектерін үнемі сақтап жүріңіз. Алаяқтардың аккаунттарын өшірмеңіз. Ол дәлел ретінде қажет болады. Әлеуметтік желілерде шағымданумен шектелмей, міндетті түрде ресми арыз жазыңыз. Және ең бастысы, қаншалықты тез әрекет етсеңіз, ақшаңызды қайтарып алаяқтарды жауапқа тарту мүмкіндігі соншалықты жоғары болады.